құрметті көрермендер, лицей тынысы апталық жаңалықтарының келесі топтамасын бастаймыз. Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде пәндік бірлестіктердің атқаратын жұмысының маңызы зор екендігі белгілі. Әдістемелік бірлестік жұмысының негізгі түрінің бірі пән айлығын өткізу. Біздің де мектебімізде барлық пәндер бойынша пән айлығын өткізу дәстүрге айналған. Осы орайда 2 желтоқсан күні жаратылыстану кафедрасы айлығының жабылуы болды. Айлық барысында ашық сабақтар мен сыныптан тыс шаралар Zoom платформасы арқылы жүргізілді. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды жаратылыстану әдістемелік бірлестігі айлығының жабылуымен құттықтаймыз. Қазақ халқы қашанда өнер мен өнерпаздарға кенде болмаған ғой. Олай болса, табиғатым, махаббатым атты сазды бағдарламамызды қабыл алыңыздар. Біз 3 желтоқсан күні информатика, физика, математика кафедрасының айлығының ашылуы мектебіміздің акт залында өткізілді. Айлықтың тақырыбы жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу арқылы функционалды сауатты тұлғаны қалыптастыру жүйесін құру. Ал айлығымыздың мақсаты инновациялық кеңістікті қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның функционалдық сауаттылығын және де оқу-танымдық құзыреттілігін арттыру. Бірінші сабақтар шеруін алгебра пәні бойынша Төлегенова Гүлзира Магазовна бастады. Ашық сабақтар мен сыныптан тыс шаралар да осы күнге дейін және осы күннен кейін де жоспарға сай өткізілетін болады. Осы шараларға қатысып, тамашалауға шақырамыз. Тәуелсіздік тірегім айдарына береміз. Сөз кезегі мектебіміздің ардагер ұстазы Нәжетханов Нұрсахан ағайға беріледі. Құрметті қазақстандықтар, міне биыл желтоқсанның 16 күні Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 29 жыл болады. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл тәуелсіздік Қазақстанға оңайлықпен келген жоқ. Қазақ жастарының белсенділігінің арқасында 86 жылға республика алаңында, бұрынғы Брежнев алаңындағы қанды оқиғадан кейін барып қол жеткен тәуелсіздіктің бірі еді. Жалпы Қазақстан Кеңес одағының құрамында болғанда бір емес бірнеше рет кеңестік билікке қарсы толқындар болып өткен еді. 1929-32 жылдары 372 көтеріліс болса, 58 жылы Теміртаудағы, 79 жылы Целиноградтағы толқындар болып өткен еді. Ал 86 жылға 16 желтоқсандағы толқу бұл оларға қарағанда өзгешелігімен көзге түсті. Себебі Қазақстанда 22 жыл басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың себепсіз орнынан алынуы, орнында Қазақстанда білмейтін, өмірі Қазақстанға аяқ баспаған Геннадий Колбиннің сайлануы қазақстандықтардың ашық ызасына тиген еді. Сондықтан қазақ жастары 16 желтоқсан күні Брежнев алаңына жиналып, өздерінің наразылықтарын бейбіт және саяси түрде көрсеткен еді. Өздерінің айтқанын өткізе алмаған билеуші тап өкілдері сол толқуды басу үшін Челябинскіден, Тбилисиден, Бакуден, Ташкенттен, Бішкектен әскерлер алып келіп күшпенен бұл көтерілісті қанға бояп басты. Көптеген қазақ жастары жазықсыз жазаға ұшырады, оқудан шығарылды. Үлкен кісілер қызметтен алынды, партия қатарынан шығарылды. Ал соны басқан келген әскерлер, офицерлерге құпия түрде медальдар, грамоталар берілген болатын. Сол жастардың ішіндегі біздің есімізде ерекше қалғаны өзіміздің жерлесіміз Қайрат Рысқұлбеков. Оны өлім жазасына кесіп, артынан Горбачев оны 20 жылға соттауға үкім шығарды. Бірақ Семей қаласындағы түрмеде белгісіз жағдайда Рысқұлбековтың қаза тапқанын білеміз. 91 жылы 16 желтоқсанда егемендік алғаннан кейін, егемендік туралы алғаннан кейін тәуелсіздік туралы
конституциялық күші бар заң қабылданды. Міне содан бері 29 жыл өтті. Құрметті қазақстандықтар, мереке құтты болсын. Тәуелсіздік күні ең бақытты, ең мейірлі күн. Еркіндік биі орындалып, азаттық әні шырқалған күн. Осы күнге дейін өлеңмен ғұмыр кешкен қазақтың дәл осы сәтке, тәуелсіздікке жеткенде ақын жүрегі жырламай қайтсын. Ендеше мектебіміздің бүлдіршіндерінің өнеріне назар салыңыздар. Мықты болсын тәуелсіздік мерекеміз, мықты болсын еліміздің керегесі, жүректе намыс оты лапылдаған, күш-жігері жастардың сарқылмаған. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде, қазақ деген ғажап халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымыз тегінде, ризамын деп осындай жастық шаққа, не жетер жас қыран деген лайық атқа, келеміз егеменді ел төрінде өрлеп, ашылып алдымыздан алтын қақпа. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма, бүгін берік ұстаным, түсті бақыт жолыма, менің Қазақстаным. Келесі кезекте жетістіктер қоржыны. Жетістіктер қоржыны айдарымен мен 7-ші сынып оқушы Нұрлан Онырбол таныстыратын боламын. Бүгінгі таңда мектебіміздің қоржынында келесі жетістіктер бар. Ақбота республикалық интеллектуалдық байқау бойынша мектебіміздің 3-11 сынып оқушылар қатысып, 1-ші орын 5 оқушы, 2-ші орын 22 оқушы, 3-ші орын 23 оқушы. Республикалық жастарын олимпиадасына 5-7 сынып оқушылар қатысып, 2-ші орынды 1 оқушы, 3-ші орынды 3 оқушы иеленді. Сейтінісі атты апта жаңалықтар әзірлеген топтамасымен таныс болдыңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.